өздерінің авторлық бағдарламаны ұсынады. Яғни қазіргі сөз кезегі мен Жанарбаева Сәуле Оңайбекқызына беремін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытудың ерекшеліктері. Элективті курс бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 4-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағатты қамтиды. Бағдарламаның мақсаты оқу сауаттылығына қол жеткізуге бағытталған мағыналы оқу негіздерін меңгерген білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ауызша сөйлеуде, оқуда сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіндірме сөздермен жұмыс істеу дағдысын арттыру, сөз жасап ережелерін білу арқылы тілді дамыту. Орфографиялық дағдыларын жетілдіру, жүйелі жазу дағдыларын жетілдіру. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытудың өзектілігі. Бұл элективті курс бағдарламасында түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін жетік, терең меңгеруіне, оқушылардың тіл сауаттылығы мен сөз байлығын, ойлау қабілетін, дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікір айтуға жағдай жасау, еркін шығармашылыққа жетелейтін, пәнге қызығушылығын арттыратын әдістің бірі ойынның түрлері. Яғни грамматикалық ойындар, лексикалық ойындар, морфологиялық ойындар, фонетикалық ойындар. Ойын арқылы оқушылардың қазақ тілге деген қызығушылықтары артып, сөздік қорлары молаяды деген түрде сөз ойлау, тез ойлау, кім тапқыр суреттер сөйледі деген әртүрлі ойындар кірді. Енді күтілетін нәтиже осы бағдарламаны оқу барысында оқушыларға беру арқылы оқушылар оқу тапсырмасы бойынша талдау жұмыстарын жасайды, ой қорытындысын жүйелейді, қысқа мәтін, әңгіме құрастырады, эссе, шығарма жазуға дағдыланады. Қысқаша осы. Келесі сөз кезегі Берікбаева Жарқын Жолшыбайқызына беріледі. Ұстаздар, менің аты жөнім Берікбаева Жарқын Жолшыбайқызы. Бағдарламаның тақырыбы тіл дамыту. Бағдарлама 3-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға қазақ тілі ғылымының мазмұны мен жүйесін, оның сөздік құрамы мен грамматикалық құрылымын, сөйлеу тілінің байлығы мен әдеби тіл нормасын үйрету, сауатты сөйлеу, жазу дағдысын қалыптастыру, тілден алған білімдерін басқа ғылым салаларын меңгертуге құрал етіп білім беру үстінде пән мен пәнді байланыстыра меңгертіп, өз бетінше іздене біліп, шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу. Бағдарлама міндеттері: тіл дамыту, қазақ тілі грамматикасының ең негізгі және басқа тақырыптарды меңгертудің тірегі болатын ұғымдарды игерту деген сөз. Сондықтан олардың атауларынан бастап, реті мен жүйесін морфологиялық заңдылықтарға бағынатын саналық түсіндіру басты міндет. Оқушы міндеттері: сөз таптарын талдауға үйретеді, сөз таптарын ажырата білуге дағдыланады, ойлау қабілетін шыңдап, шығармашылық қабілетін ұштайды. Туған тіліне деген сүйіспеншілік, қызығушылық, мақтаныш сезімін тереңдете түседі. Оқушыларға қазақ тілі ғылымының мазмұны жүйесін, сөйлеу тілінің бойындағы байлығы мен әдеби тіл нормасын үйрете отырып, шығармашылықпен жұмыс істеуге баулу бүгінгі өмірдің басты талабы. Мұны жүзеге асырудың бірден бір жолы оқушыларды сөз мағынасын түсініп, сөз таптарына қарай айыра білуге, талдауға үйрету. Сөз таптарын оқушылар 1-ші сыныптан бастап оқып үйрете бастайды. Ал 3-ші сыныпқа келгенде олар өз сөз таптарын толық ажыратып, комплексті талдай білу керек. Сондықтан да осы жұмысты жүйелеу үшін мен тіл дамыту атты талдау курс бағдарламасын құруды жөн көрдім.
Бұл курстың мақсаты оқушыларды нақтылыққа, ізденімпаздыққа үйрете отырып, тілдік материалды терең ғылыми негізде меңгеруге үйрету. Әр сабақта талдаудың фонетикалық, лексикалық, синтаксистік, морфологиялық түрлерін жүргізу жүйеленеді. Бұл курс сонымен бірге грамматикалық материалды терең меңгеруге, тартымды сөйлеуге, сөйлеудің мазмұнды болуына, сөйлеу техникасына, сөйлеуді сөз байлығы мен көркемдікпен сөйлеуге, сөздің әсерлігіне, мәдениетіне баса назар аударуға үйретеді. Бірінші сыныпқа арналған бағдарламада білім мазмұнын ізгілендіру, бірізділікке үйрету, салауатты сөйлеу, жазу дағдысын қалыптастыру, оқушылардың тілін байыту сияқты ұстанымдар басшылыққа алынады. Күтілетін нәтиже оқушылардың ой өрісі дамиды, ойлау іскерлігі қалыптасады, ақыл ойы жетіледі, есте сақтау қабілеті артады, қызығушылық қабілеті оянады, тілі, сөйлеу мәдениеті қалыптасады, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыланады, шығармашылықпен жұмыстанады. Назарларыңызға рахмет.